Ассалаумағалейкум, жігіттер, қош келдік. Бүгін мына ауылымызда ертеңгі жоспарланып отқан ұлттық спортымызына көкпардың дамыту мақсатында ауылға бір жарыс ұйымдастырып жатырмыз ғой. Сол мақсатта келген қонақтармен бір сұхбат алып қалсақ деп, мынау біздің алаш KZ дейтін арнамыз. Осы мешітіміздің төрінен өйстіп қазақтың дәстүрлі ағаш үйді тігіп, осы жерден бір әртүрлі саладан, мамандарынан сұхбат алсақ деп ниет қылып ашылған жеріміз. Қош келдіңіздер. Енді бір қысқаша таныстырып өтейін. Мерей ағамыз Атыраудағы ұлттық спорттың, осы көкпардың Атыраулық командасының жетекшісі. Ақсұңқар деген, Арғымақ деген топтың жетекшісі. Одан кейін бұл кісілердің бапкері, көрші Қырғызстан елінен келген Сұлтанбек деген ағамыз. Сәке, қош келдіңіздер. Және осы Атырау облысында ұлттық спорттың директоры, басшысы өзім Асылбек деген досым. Сәке, қош келдіңіздер. Енді ертеңгі Алла қаласа жоспарлаған ойынымыз ешқандай жарақатсыз палуандардың жақсы дәрежеде өтіп кетсін. Енді алғаш сөз кезегінен қонақтардан бастасақ. Мәке, өзіңіз. Ал көп рахмет. Біріншіден Аллах Тағала осындай дәреже жеткізіп, сый құрмет көрсетіп бауырларға. Ең екінші мәселе ат себепті үзеңгілес бауырлар бар. Сонымен осындай үлкен додаларға түсіп, бір-бірімізді сынап, ат үстінде өнерімізді көрсетіп, жүргенімізде Аллахқа саншы рахмет. Бұл жерде ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Осы бір-бірімізді қолдап, осындай ойынымызды арғалай дәріптесе, ұлттық спортымыз дамиды деп ойлаймыз. Және де бізде енді шыны керек осы Атырау облысында көкпар енді кенжесі деп айтсақ болады. Себебі қазір үлкен додаларда оңтүстік шаһарда дамып кеткен, себебі олар жастайынан мысалы қалыптасып кеткен да. Оңтүстікте оларды уже жастайынан уже сол атқа бейімдеп, атқа баулап, біз енді қаланың болғасын бізде ол нәрсе қиын болады. Себебі бізде шөп мәселе, жем мәселе, ат ұстау мәселе өте қиын болған себепті ондай жағдай мүмкін емес болады да. Бірақ енді ойлаймын, алдағы уақытта сол нәрсені стереотипті бұзып, жастарды соған баулап, қазір президентіміздің айтқан сөзі бар ғой, жастарды ұлттық спортқа дәріптеп, оларды ұлттық құндылықтарды үйретіп, көрсетіп, және сол нәрселерде жұмыстар жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Жалпы енді көкпардың атын ұстау мысалы кез келген адамның қолынан келе бермейді, және мүмкіндікте бір келе бермейтін жағдай сияқты болып көрінеді. Себебі көкпардың аттары ол былайша айтқанда біздің қойған жүрген жабаттар емес қой. Арнайы асыл тұқымды аттар. Және бұлар қалай жағдайға байланысты адамдар ұстай ала ма? Жалпы бір аттың өзі қазір құны мысалы бір көкпардың аттары қанша тұрады? Миллионның үстінде тұрады. Осы жағдай қалай ол кез келген адам осы көкпармен айналыса ала ма жалпы? Или тек қана жағдайы бар адамдар айналыса ма көкпар? Жоқ, көкпарды әрбір адам айналысады. Себебі қазір енді сөзіміздің жаны бар. Себебі ат ұстау жемі де, ол шөбі де қиын. Бірақ ол нәрсені қолға алған адам, ол өзінен қолтума дейді ғой, қолтуманы дайындап, сол көкпарға дайын атты өзі де дайындаса болады. Ол адамның өзінің несі ғой, қызығушылығы, өзінің ынтасы, соған деген махаббаты ғой. Мәке, рахмет. Сәке, сізге бір сұлтан сұрақ қойып жіберсек, енді елге қош келдіңіз, бірінші біздің сағызға қош келдіңіз. Енді осы спорт түрінің мамансыз қазіргі уақытта. Көкбөрі деп атаймын, көкбөрі. Жалпы осы көкбөрі мен біздің қазақ көкбөрінің айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы деле жоқ. Тайқазан менен сілердің жел улаңыр емеді, айырмасы шын менен. Тайқазан мен және? Тайқазан ойнайыз біз негізі. Қазандық. Шеңбер. Бізде жерде шеңберге ойнайды, сіздерде қазаны ішіне салу ойнайсыздар. Қауіпті емес пе қазаны ішіне? Үйреніп қалдыңыздар ма? Бізге ошондой эме бар негизи. Бияқта күншө ошондой ойнойт да. Мысалы қазандың ойында кейде көріп жатырмыз жарыстарда. Аттар жараланып қалып жатады, қазанға саламыз деп келгенімізде ұрылып жатады. Бұл қалай, не көп болмай ма? Азыр мұрын ошондой көп болып кеткен. Азыр уже ат салбай жанакынтип тайқазандан травма албаганга, балдар травма албаганга, ат травма албаганга жакшы мүмкүнчүлүк ошондой эме сүйлөшүп атышат азыр эме. Сүйлөшүп ошондой эмеге чечим келип, судьяларды коюп, ошондой эмеге
кандай десем, эрежелерди коюп атат. Аттар, яғни палуандар жарақат алып қалмашы, алдын алу жағынан. Жалпы Зәке, осы көкпардың атын баптаумен, бізде көкпарға ат баптайды, бәйгеге ат баптайды, мысалы бәйгеге енді ұзаққа шабуға, мысалы жорыққа ат дайындайтындар бар, жылдамдыққа дайындайды. Ал осы көкпардың өзіне атты қалай баптаған дұрыс? Қалай бапталады жалпы? Ал бәйгеге чапқан аттың немесе суту менен улакка көкбөрүгө чапқан аттың немесе суту башка. Бул көкбөрүгө чапқан атты сутуга келиштириш аябай кыйын да. Яғни бұл дайындау қиын ба? Жарату қиын. Жарату қиын да. Багыш керек, чөбүн бериш керек, убагында сутуш керек, убагында чөбүн бериш керек, жемин бериш керек, убагында эмеге чыгарыш керек, прескага. Ошону менен кичине эмерек да. Жалпы көкпар ойыны болайын деп жатқанда қанша уақыттың алдын дайындап бастау керек болды атты? Ар кандай атты бир ай бапестеп бир ай баксаң, ошону бир ай кайра, бир ай 15 күн ушундай бастырыш керек да. Аттын сутка келиши да. Кандай келет, ар кандай аттар бар да. Мисалы, бир ат сутка келбейт, бир ат сутка тез келет, ошондой да. Жалпы көкпарга каят, мисалы, кандай породасы көкпарга ыңгайлат казыркы убакта бизде? Азыр көрчүсү пайдаланып жүргөн кануарлар, чистокровный жана эмелер, высококровныйларды аралаштырып, данскойлорду аралаштырып, ошондойлорду эме кылып атат да азыр. Тукуму кай тукум жакшыраак көкпарга? Тукуму азыр эме го, полукровка менен эмени, страховканы аралаштырып, колтума араласкандар. Себеби биз естип жатабыз, мисалы Казакстанда көкпар ойындар, мисалы көп жерде атымыз мыкты дегендер түбүн сурап келсең, Кыргызстандан алдык деп айтат да. Яғни Кыргызстан бір көкпардың атын бір бренд ұқсап қалған да. Соны ойлап, Кыргызстан өздеріне шыққан бір тұқым бар ма, немесе басқа бір тұқымдар араластырып алып жатсыздар ма аттарды деп? Соны басқа нежелерден тұқым алып келіп алып, жақсы бейлерге қосып алып, ошонун тұқым алып, анан ошоны үйрөтөт да. Енді сіз Кыргызстаннан келдіңіз, қазіргі уақытта осы Атыраудың көкпаршыларының бағыты қалай сіздің көзқарасыңызда? Кудайга шүгүр жакшы баары. Мына мерейлер менен келип, ушу келишим келип, ушу мерейлер менен келип, ушу Казакстанда жүрүп көкбөрү чаап жүргөнүмө кубанычтамын. Мерейлер менен доспуз, көп балдар менен доспун. Канча убакыт болду келгениңизге? 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери дайындалып жатсыздар ма? Жакындап калды уже 1 жылга. 1 айдан 1 жыл болот, Кудайым буйрса. Алла ісіңізге береке берсін. Енді облысымыздан жақсы осы көкпаршылар шықсын. Енді қалай сіз осы Сәкен келгеннен бері 1 жыл болды деп, 1 жылдан бері қалай нәтиже көрсетіп жатыр ма? Аллахқа шүкір. Ең бірінші біздер алған себебіміз мына жастарымызды, сосын Атыраудың спортшыларын ары қарай шыңданып, және де біздер жалғыз Атыраудың ішінде емес, оларға да барып ойнаймыз. Енді Алла қаласа Қырғызстанға да ойнайсыз? Қырғызстанға да ойнаймыз. Кеше барып оларға барып ойнап келдік, бірінші ойнап келдік. Жерлақ деді, өздерінің жерлақтарын шақырған. Соған барып сол жақта өзіміздің аттарымыз бар, сол жаққа барып ойнап келдік. Біздің сол жақтағы нәрсеміз, оларға қойған жоспарымыз бар. Жоспарымыз ол енді үлкен бірінші қаражатты талап етеді, екінші төзімділікті талап етеді да бұл жерде. Біздің өзіміздің қойған, біз ең бірінші очередь осы каждый әрбір салада, әрбір спортта өзінің мысалы бір фавориттер бар. Сол фавориттің бірі біздің спортта қырғыз елі да. Себебі олар жақта қырғызды атты және сол осы көкпар ойынын бірінші очередьке қойған себепті оларда жақсы дамып кеткен. Біздер енді айтады, шынықтың келсе мықтылармен шынық, және өзінің тәжірибені аласың деп. Сол сияқты біздер ол жаққа барып өзіміздің манағы турнир жасаймыз, ойынға да қатысамыз. Сол себепті жақсы жетістіктерге жеткізіп жатыр. Кеше болған Агрофест деген Оралда болды. Ол жақта 3-ші орын алып келдік. Ана жақта біз шын айтсақ, Қазақстанда 3-ші тройкада жүрген командалармен тепе-тіренсік забық финалға. Қостанай командасы бар. Ол Қостанай командасы айта кетсек жақсы, палуандар да жақсы, аттар да жақсы. Олар сондай таң қалды, неге Атыраудың осындай аттар бар ма, осындай палуандар бар ма, неге сендер ел чемпионаттарынан шықпайсыңдар, себебі сендер қазір жарап тұрсыңдар деп. Олар өздері көріп таң қалды. Ол жақта 3-ші жүлделі 3-ші орынға не істедік. Одан кейін Атыраудағы жарыстардың көбінде банағы бірінші қатарда келе жатық, Аллахқа шүкір. Жалпы Қазақстан бойынша қазір қай жерде осы көкпар ойыны жақсы дамып тұрған? Қостанай ма? Негізінде Қазақстанда Тараз облысында, Шымкент облысында жақсы дамып кеткен. Себебі оларда ұзақтан бері нәтиже бар да.
сосын ол жақта бана айтқан сияқты ең бірінші ұштастырып жатқан балданы жас кезінен сопан атқа деген баулу және атты көрсету және сопан үлкен додалардан болғандықтан бала шыңдалып ары қарай өзінің шыңын көрсетіп нәтижесі жақсысын береді да. Жақсы Мәке. Әзеке, енді сізде ұлттық спортқа барып жаңадан қызметке тұрып қанша уақыт болды Атырауға барғаныңыз? Мен қызметке барғаныммен жалпы 24-ші жылы ұлттық спорт қыркүйек айында құрылды ғой. Жаңадан құрылды ғой. Бұрыннан ондай мекеме болмаған. Ұлттық спорт деген әрбір бөлімше ретінде ғана қаралған ғой. Қазір жеке дара өзі. Қазір мемлекет басшысы, мана Мерей бауырымыз айтады ғой, мемлекет басшысы өзі қолдап отыр дейді. Ұлттық спорт. Ұлттық спортты және оны олимпиадалық спорт түрімен теңестіру деген тапсырмасы бар ғой. Ұлттық спорт түрін. Жалпы қазір осы көкпар ойыны кіре ме олимпийский ойынға? Әрине, 11 ұлттық спорттың 11 түрі бар бекітілген спорт ретінде. Соның ішінде біреуі көкпар. 5 ат спорт түрі бар, соның бірі көкпар. Мана аударыспақ, теңге алу, жамбы ату, бәйге деген сияқты. Соның бірі көкпар. Қазіргі көңіл енді біздің облыста сол себеппен клуб ашылды, ұлттық спорт клубы мемлекеттік мекемесі ашылды. Қазіргі уақытта 7 спорт түрі ашылды. Ол тоғызқұмалақ, жекпе-жек спорт түрлері, қазақ күрес, садақ, дәстүрлі садақ деген сияқты. Және ат спорт түрлеріне қазіргі уақытта тек қана аударыспақты бастап аштық. Алда қазіргі уақытта көкпар спорты, көкпар, мана бәйге деген сияқтылар мемлекеттік заказбен сондаймен жұмыс жасап келе жатыр. Жеке мекеме ретінде. Ал қалған облыстарды дәріптеп жүрген жігіттер осы Мерей сияқты бауырларымыз өздері еңбек жеке Арқымақ командасы, жеке командасы өздері. Сіздер мемлекеттік қолдаусыз өздері жасап отыр ма? Өздерінің жеке қаражатпен клуб ретінде өздері әрбір жасап өзіміз шығамыз. Атыраудан банағы жалауын ұстап, клубтық ойындар болсын. Жақсы, әдемі. Әзеке, жалпы алдағы уақытта осы Атырау облысынан осы көкпарды көтеруге қатысты қандай жоспарлар бар мысалы өзіңізде? Сол бұйырса жоспарымыз Атырау облысынан мемлекеттік мекемесіне көкпар бөлімшесін ашып, және де облыста бастап ашсақ, және де аудандарда, өйткені ат спортының аттың үстіне жүретін жігіттер көбірек аудандарда ғой. Қаладан да жоқ емес, бірақ аудандарда да жетерлік деген сияқты. Соларға филиал ашып, бөлімшелер ашып, оларға іріктеу өткізген жағдайда, олар келетін жағдай болса, сондықтан қолжетімсіз болып тұрды қазіргі уақытта. Көбі қызығушылық танытады, бірақ атпен қамтылмайды. Бір ауданға бір 10 ат болсын, 8 ат болсын қоятындай мүмкіндік болса, біраз бала шығып, мана оңтүстікте қалай дамып отыр. Оңтүстікте бізде футзал спорт қалай дамыса, бізде сұраныс қатты ғой футзал, кіші шағын футболға. Оңтүстікте шағын футбол сияқты өтеді көкпарды. 2 күн аптаның сайын өтеді сияқты. Қателеспесем, қызығушылық көп болып тұр көкпарға. Сондықтан ол жерде конкуренция қатты болған жерде мықтылар шыға береді ғой. Тараздың өзі 14 дүркін Қазақстан жеңімпазы ма? Жоқ, 18. 18 дүркін Қазақстан чемпионы. Таразда мықтамаған Әулие-ата командасы. Әулие-ата командасы. Сондай. Енді осындай жігіттер бар, мемлекеттік мекеме бізден ашылатын болса, бір-бірімізді қолдап, бұдан енді біздің облыста да оятамыз деп ойлаймын, жоғары деңгейге жеткізіп. Қазір сіздерде тек қана аударыспақ ашылып тұр ма? Бізден ат спорттарымен аударыспақ ресми ашылып тұр. Сағызда да осы филиал бар да? Сағызда бөлімше ретінде бастап қойдық. Бөлімше ретінде. Оны кім жүргізіп жатыр Сағызда? Сағызда қазір осы кезінде аттың үстінде жүрген палуан жігіттер бар. Осы мамандықтары, дипломдары бар. Нұрберген Бекболат деген. Бекболат. Сол жігітті осы жерге жауапты жаттықтырушы ретінде алдық. Штатта қазір бізде мемлекеттік мекемеде қызметте. Осы жақтан бала тәрбиелеп, команда облысқа команда келіп, Таразға аударыспақтан Қазақстанға апарып, бұрын 1-2 адам барып жүрген болса, кеше 9 салмаққа толық команда бар Атырау облысынан. Іріктеу өткізді, алғаш рет 29-30 бала қатысты. Жылғой алып келді. Ол жерде Құрманғазы алып келді, жаңа Жақсылық деген бауырымыз келді ғой. Сол жігіт өзі жетекші болып, Қызылқоға келді. Бастама жаман емес деп ойлаймын. Ертең осы енді көкпарға, тағы да жамбы ату деген спортқа келсе. Жалпы Асеке, осы Сағыздың қазіргі уақытта көкпар қалай дамып жатыр? Біздің ауылдан шыққан көкпарға икемі бар балдар бар ма? Мысалы біздің Сағыздан соны жайлы айта өтсең. Сағыздан енді Сағыздың бір көкпардың Сағыздан
көкпар қалай дамыды дегенге бірден бір себеп қазір Нарын, Атырау облысының Нарын құрамасы бар ғой. Атырау облысының Қазақстан чемпионаттарында танытып жүрген, өнер көрсетіп жүрген командасы бар. Соның құрамында біздің сағыздық екі палуан, Серім және Райымбек деген, Жұма Райымбек деген палуанымыз. Солардың құрамындағы палуандар өнер көрсетіп жүр қазіргі уақытта. Ол енді сағыздан палуандар әлі де шығады. Осы бір жарыс болды, Ақбайдай ма? Спорт түріне ме болған? Соған қатысып келді ғой жігіттер. Облыстық республикалық ауыл спорт ойындары 4 жылда бір рет өтетін ұлттық спорттың ең почти олимпиадасы ол. Алматы облысында өткен. Сол кезде біздің сағыздық палуандар бар, облыстың құрамасы командасы қатысып жүрді өнер көрсеткен. Ішінде сағыздық екі палуандарымыз бар. Жақсы, әзірге жалпы енді осы ауылда біздің сағыздан көкпарды дамытуға қазір қандай бір жоспарлар бар, немесе қандай кедергілер бар осы бізде кішкене сағыздан көкпар ойыны дамуына байланысты? Жаңағы атта бір кедергі болуы мүмкін. Ат ұстауды өздеріңіз айтып жатсыздар. Қаншама шығын деп. Аттың өзі миллионның үстінде тұратын болса, оның жемі, шөбінің өзі де арзан тұрмайды шығар деп ойлаймын. Көкпардың аттары сәбіз жейді ғой қазір. Сәбіз бар, витаминдер бар. Витаминдер бар. Жалпы енді сағызда қалай болады жағдай? Сағызда қазіргі уақытта біз бөлімше аштық қой мысалы. Енді алдағы уақытта соларды қора салу уақыт ұзат айырылғаннан гөрі пока жобасы болады, одан проекті салынады дегенше қазір мемлекеттік сатып алу мен жалға алу деген болады спорттық аттарды. Сондай мәселе көтеріп, осы қаржылана бөлінсе, осы ауданнан бір бөлімшеге 10 ат, жоғаны 8 ат қаржыландырып, тұрақты спортпен шұғылдану үшін, жаттығу жасау үшін, сол аттармен жарысқа бару үшін мүмкіндік жасауға болады. Сондай мемлекет сатып алудың ережелері бар. Соны тек қолдау тапса, оның қарулары, жануарлары жылқы ғой сол. Көкпаршыға керек, спортшыға күртеше керек болатын болса, бұл жерде көкпаршыға жылқы керек. 70% сол. Атқа байланысты. Ойынның тағдыры, ойынның жүрісі 70%. Жақсы. Сізге сұрақымыз, Қырғызстанда енді мана айтып жатыр ағамыз, міне ағамыз, осы көкбөрі қатты дамып кеткен деп. Сіз өзіңіз енді сол қырғыз ағайын ретінде сіздер неге осы көкбөрі ойыны қатты дамып кетті деп ойлайсыз? Бізде деген бала кезден бері бұл айыл болып, облас болып көп шығады негізі. Ауылдар көп, айылдар көп, ошақтан көп шығып, жаш балдар чоң кішілерге аралашып, жаш балдармен аралашып, соны шығып, бір-біріне үйреніп, үлгі беріп, команда болып ұйыштырып, бізде көп ұйыштырып, соның үшін бізде көп көтеріліп кеткен да. Яғни бұл ойынды көп ұйымдастыруға байланысты сіздерді дамытты деп ойлайсыз? Көп ойнау керек та негізі бізде көп. Жалпы мемлекет тарапынан қолдау қалай сіздерде бұл спорт түріне? Қолдау бізде жақсы, Құдайға шүкір жақсы. Бүт қолдау ауыл болып, облыс, район болып, республика болып шығамыз. Көп бізде. Жарыстар көп ұйымдастырылады. Жарыстар көп. Облыс болып шығамыз, район болып шығамыз, республика болып шығады. Бізде көп те сондайлар. Ұйыштырылған көп ұйыштырады бізде. Өздеріңіз аттарды сол өзің Қырғызстаннан аласыздар ма, шетелден алып келесіздер ме? Көп албайбыз біз. Негізі эмелерден көп алабыз біз. Биелерді жақсы биелерді алып келеміз да, ошолорго жақсы айғырларды алып келіп қосып ошолордон жақсы тұқым алып, өздеріңіз тұқым дайындап аласыз. Өзіміз дайындап аламыз да, тарбиялап алабыз. Толықтырып кетсем болады ма? Мына жерде мен Қырғызстан еліне барып, енді әрбір адам өз саласына өзінің жаңа нәрсесін ашқысы келеді. Біздер барып қарап, бана сұрақтыңызға, оларда ең бірінші очередь бір ауылда 45-50 командаға дейін жиналады. Бір кішкентай ауылда. Бір 50-ға, осы жанында бізде жарыста болды, 50 команда ішінде бірінші орын алдық біз. Бір ауылдан 50 команда шықты. Әрбір үйде 2-3 аттан береді. Сосын ауылды намысы деп ағаларымыз береді. Аттарға бана кішкентай жас балуандар бар, шабандоздар бар. Соларға отырып өз өнерін көрсетті. Олардың бана аттың несесі, олардың бүкіл шаруасының бәрі ат болғасын, атты олар жақсы тәрбиелейді. Сол сияқты өз селекция, біздер мысалы, біздер дайынасқа үйреніп қалдық та, қазақтар. Неге үйреніп қалды? Себебі біздер дайынасты алып келгіміз келді, оларда дайын аттарды көрсетті, біз сатып аламыз. Ол жақта мысалы банағы биелерді селекционировать етеді, оның жақсы тұқымын қарайды, оның банағыдай асыл тұқым ба, кезінде шапқан ат па деп сөйтіп немен айғырмен биенің селекционировать етеді. Содан кейін жақсы құлындар шығып, сол құлынды тәрбиелеп алда сол өнерін көрсетеді. Сондай. Сосын оларда бана кішкентай кезінен үлкен жарыстың көп болғандықтан шынығады.
және де бәсеке көп жерде жақсы мықтылар шығады да, и оларды банағы бізден шын айтсақ 5 жылға 6 жылға алға жүргізуді қателеспейміз да. Жақсы, Мәке, енді осы спортты бізде де сол Қырғызстан секілді дамытып, негізі біздің де осы қырғыз, қазақ бәріміз бір туған ғой. Қырғыздардың ол көкпар деп атаса, бізде осы көкпар деп атамыз да. Осы көкпар бізде де сол қырғыз бауырларымыз секілді дамыту үшін бізге қандай жұмыстар жасау керек деп ойлайсыз осы спортты дамытуға? Бізде ең бірінші дайындайтын нәрсеміз өзіміздің іштен банағыдай жарыстарымыз көбейтіп. Жарысты көбейту керек. Жарысты көбейтіп, себебі бізде шыны керек қазір Қазақстанда жылына 3 жарыс болады, 4 жарыс болады. Жылына бана үлкен-үлкен жарыстарды айтып отырған. Сол сияқты кеше жаңадан банағы федерация басшысы тайғандай болды, оның жоспары да жақсы. Соңғы кеше Шымкентте болған клубаралық федерация кубогы болды. Ол кезде жақсы форматты жасағанда, мысалы қырғыздармен араластырып, басқа да немен ұлт өкілдерімен араластырып, сондай үлкен форматта жасады. Және де қомақты қаржылар қойды. Сол сияқты мысалы әрбір өңірде өзінің қоятын жарысын көбейтсе, мысалы, ол алдағы уақытқа жақсы үлкен үлесін қосады деп сенеміз да. Жалпы енді бұл спорт түрінде айтып жатыр, мысалы аттың үстінде болғасын, әртүрлі мысалы құлап кететіндер болады, аттан тапалатындар болады. Жалпы басқа спорт түрлерімен салыстырғанда көкпар ойыны қауіптірек па басқа спорттан, немесе сол спорттармен риск бірдей ме былайша айтқанда? Енді ең бірінші мына жерде қазақ айтады ғой, баласы көкпар шапса, анасы тақым қысады. Сол себепті әрбір спорттың өзінің банағы қауіпті қатерлі жерлері бар. Бірақ енді көкпарды нағыз білекті, жүректі азаматтар шабады. Сол себепті ол әрбір адамның қолынан келе беретін дүние емес. Ол нағыз баяғыда ата-бабаларымыз, батырларымызды шапқан ойын, олардың банағыдай ұлан ғасыр той болған кезде ең бірінші дәріптейтін ойындардың бірі бана көкпар болатын болсын. Оны әрбір күні адам шаба бермейді. Және де жарақат барлық спортта бар. Оны біздер ескертпейміз, етпейміз, барлық жерде бар. Яғни кез келген бала шауып кете бермейтін ойын түрі дейсіз. Бұған жүректі әрі білекті жігіттер керек деді. Жақсы, әдемі. Әсеке? Әдемі, қош келдіңіздер. Осылай сіздерге де рахмет. Осылай. Рахмет көп. Жалпы осы көкпар түрін бұл тек қана ер адамдар ойнайтын ойын ба, немесе қыз балалар ойнай ма бұл көкпарды? Нағыз еркектен ешқандай спорт жоқ, әйел адам ойнаған. Көкпарда әйел адам шапқан да жоқ та, шаппайды да ойлаймын да. Себебі ол нағыз бана айттым ғой, нағыз жүректі де, білекті талап ететін. Жалпы енді бұл сайты кеттіңіз ғой, мысалы атты бұл көкпар атын қалай жалпы баптайсыздар? Сол туралы бір өзіңіздің бір маман ретінде бір айтып кетсеңіз, ерекшелігін. Баптағанда қандай нелер жасау керек, қандай немесе витаминдер егу керек, болмаса бір жаңағы корм дейді ғой, жаңағы беретін арнайы жемдері, тамақтар бола ма, сол туралы? Қазір алғандайлар болады да. Соны бір айтып өтсеңіз. Витаминдер, жаңағындай емелер шығып жатады, укол жоқ, бізде андай. Біз мысалы, мысалы андай көп емел қылмаймыз, біз чөп, жем, табиғи мемелі, жем чөбімелі, суытын жақсы шығармайыз. Олды, анан... Суыту деп айтып жатсыз ғой, атты қыздырып суыту ма, бұл суыту деп отқаныз? Суытуден дайындау ғой. Дайындау. Мысалы, айта кетейін, мысалы, адам сияқты аттарды. Әрбір аттың өзінің қыр-сыры бар. Барлық ат бірдей емес. Себебі адам сияқты, мысалы, бір атқа бір дайындау үшін жарыстың алдында 2 ай кетуі мүмкін. Ол үшін ол атымыз 1 айда дайын болып қалуы мүмкін да, әртүрлі. Сол себепті әрбір атқа өзінің жеке подходы керек болады. Сол өзінің режим уақыты, ең бірінші очередь режим, тамағы. Сол уақытта жүретін банағы бізде проездка деп аталады біздің тілде. Өзінің жүретін шақырымы бар. Және де оның банағыда беретін әрбір аптама, нема өзінің беретін күнделікті несінің режим тренировкасы бар. Сол себепті аттар шынығып. Сіздер қазір осы спорт түрімен айналысасыз ғой, Мәке? Өзіңіздің жеке аттарыңыз жеке ма, немесе? Өзіміз жеке өзіңіздің аттарыңыз қанша аттыңыз бар өзіңіздің? 20-дан жоғары енді. 20-дан жоғары, бәрі осы көкпардың аттары. Көкпардың аттары. Бұлар жатқанда тұқымды аттар ғой, да? Бәрі тұқымды атты, және де біздер осы көкпарды дамыту
барысында ана жылы ЖКЛ деген формат ашқанбыз. Ол ЖКЛ деген Данияр Даукеев деген ағамыз бар. Ең бірінші сол кісі осы форматты ашып, ең бірінші дамытқан Алматы облысында. Ол кісі, ол 3x3 қазір мәре көкпар бар, біздер ойнайын деп тұрған. Сондай, тап сондай форматта, бірақ қазандық бар. Ол қазандық қалай жасады? Ол қазандықты банағыдай арнайы өздерінен тіккен макеті бар. Атқа да, балаға да, шабандозға да ешқандай жарақат әкелмейді. Сондай форматта ойнатты. Бұл сол форматты біздер Атырауға ана жылы әкеліп ойнатқан болатынбыз. Себебі банағы ең бірінші келген адам ол аттың үстіне отыру мәселесі, банағы көкпарды ұстау мәселесі, соны әкеліп бір жыл ана жылы жақсы өзінің жемісін көрсеткен болатын. Енді биылда уже қазір сезон ғой басталды. Аллах нәсіп етсе, ол сезонда олында алға қарай іске қосамыз. Себебі ол жақта арнайы соған дайындайтын бана жуас аттар дейді, жуас аттарды қойып, адам жығылған жағда сүйреп кетпейтін, банағыда қолын тартып кетпейтін, ыңғайлы жағдай жасайтын, сол арнайы аттар таңдалады да. Жалпы сезонды айтып қалады ғой, жалпы көкпарды ойнауға жалпы өз бір белгілі бір сезон бар ма негізі? Негізінде өзінің арнайы сезоны бар. Негізінде жыл бойына шабылады ғой. Біздің Атыраудан ыстық погодасына байланысты, мысалы өзінің аттар да шаршайды. Аттар шаршайды. Себебі біздер оны жыл бойына шаға бермейміз. Оның демалатын уақыты бар. Жаз айында біздер шілдеге қоямыз аттар. Шілде деген бана толық шілде жемін беріп, оның жілік майын толтырып, сезонға дайындау. Жілік май толмаған мал, ол көкпарда шаба алмайды, жүре алмайды, аппетитті бұзылады. Сол себепті біздер арнайы жылына 2 рет шілде жеміне қоямыз, 3 айдан. Бана күн қатты ысыған кезде и күн қатты салқындаған кезде, 2 кезде. Қалған уақытта оған 2 ай сайын дайындап, бана тренировканы тастамай, қалған уақытта жарыстарға қатыса береді. Жалпы Мәке, өзі алдағы уақытта қандай мақсатыңыз бар осы спорттың? Мақсат енді Аллах нәсіп етсе, Атырау облысын алға қарай үздік қатардан қосуға, және де Атыраудан көк туымызды желбіретіп палуандар шығаруға, және де осы көкпарда осы ұлттық спорт түрінен, және де біздер енді кенже деген кенже қалып қойды деген алға қарай сол мақсатты алға қарай көтеру ғой. Жалпы сіз өзіңіз осы салада жүрсіз, бұл салада сіз басқа кәсіптесіз бе, немесе жұмыстасыз ба, тек осы салада жүрсіз бе? Осы көкпарды кәсіп ретінде, ақша тілге табыс ретінде көрмейміз. Ол біздің банағыдай әрбір адам, әрбір еркектің өзінің жақсы көретін жанашырлықпен, жақсы көретін дүниесі болады, жақсы көретін спорты болады. Сол жақсы көретін болғандан осы спортқа келдік. Ұнады, өзіміздің мінезімізге де, өзіміздің бана жүріс-тұрысымызға да жағатын болғасын, осы спортта жүрік. Бірақ табыс көзсіз деп көрмейміз. Қызығушылық себепті осы спортта жүрміз. Табыс деп айтуға келмейді. Сіздер анадай ат ұстап отқан болсаңыз, жеке адам 25 ат көкпардың ұстап отырып, және осы спортқа жанашырлық танытып, бұл үлкен бір жатқанда бұл спортқа қолдау ғой, демеушілік қой. Және бұл үлкен нәтижесін береді деп ойлаймын алдағы уақытта. Және осы Мерей ағамыз сияқты ағаларымыз көп болсын, өзіміздің ұлттық спортымызға жанашып, осындай ат ұстап, балалар жаңада айтып жатсыз, апта айына бір рет осындай әртін жарыс ұйымдастырып тұрған ниет қылып жатсыз деп айтып жатсыз жаңа. Соның бәрі іске асып кетсін. Әмин, рахмет. Сәке, сізде келіп осы жақта қылып жатырған Қазақстанда қызметіңіз жемісін берсін. Жақсы командалар шықсын Қазақстаннан. Сіз енді осы салада қанша жылдан бері еңбек етіп жүрсіз? Өзіңіз көкпар ойнадыңыз? Бала кезден бері шамамен спорт шебері деген сияқты атақтарыңыз бар ма? Қандай атақтарыңыз бар осы көкпарда? Защита деген. Ана қандай не алдың дейді? Мастер спорт или международный? Дәрежеңіз бір алған? Жоқ, андай алған емеспін. Жалпы өзіңіз защитада ойнадыңыз? Шағып жүрдік. Және облыстарда. Қандай командада ойнадыңыз Қырғызстанда? Қырғызстанда неге деген команда бар. Қарой деген команда өзіміздің ауылдық, анан дағы бір команда Ысықкөл деген команда алып шаптық. Жалпы көкпар ойында мынандай бір бапкер қойып, мысалы шетелден бапкерлер алдырып, дамыту. Ол әрине ол барлық жерде бар, барлық спортта да бар. Мысалы спорттың тренерлері шақырады. Сол себепті біздер ағаларымыз енді ақша емес мына жерде жүрген, бір-бірімізге сыйластық, және бір-бірімізге аға іні деп бір-бірімізге араласып кеткен себепті сөзімізді жерге тастамай, Атырауымыз кішкентай ең мысалы осы спортта
кенжесі деп болғандықтан осы алға қарай тартуға сөзімізді жерге тастамай келіп және де осы спортқа өзінің үлесін қосып жатыр да ағаларымыз. Соған Аллах разы болсын. Жақсы, әдемі Аке. Сәке, қош келдіңіздер. Енді Сағыздағы өтетін көкпарға қонақ болып келіп жатсыздар. Атыраудың өзінен 3 команда алып келіп жатсыздар аттарыңызбен. Сонау 260 километрді артқа тастап, фурамен тиіп, үлкен еңбек, және біздің Сағыздың көкпардың дамуына үлкен қолдау. Сонда сіздерге көп рахмет, Алла разы болсын. Және Асеке, ертеңгі осы болатын жігіттердің қонақ болып келіп жатқан көкпар туралы шамалы айтып өтсеңіз, ертеңгі жоспар қалай шықты, қалай ұйымдастырып отыр? Ертеңгі жоспар жаңағы Мерей бауырымыз айтып отыр ғой, қалада осы көкпарды дамытып, жігіттерді ояту мақсатында апта сайын жоспар қойып қойдық. Эстафета ретінде апта сайын бір-бірімізге жолда отырамыз, әрбір микрорайонға, ауылға деген сияқты. Сол бастамаларын көріп, мысалы, неге осындай ауылдық жерде құрамада екі баласы ойнап жүрген ауылда көкпар неге өткізбеске, екі бала емес, әлі бұдан да көп бала шығатындай дәрежеге жеткізейік деген сияқты. Осы ауылдың белсенділері, оның ішінде өзіңіз де барсыз, Қызылға құтты мекен қоры бар, солардың қолдауымен жеке кәсіпкер, осы ауылдың азаматтарының қолдауымен ұсыныс тастағанбыз. Жігіттер ерлік көрсетіп, қолдап, команда келіп қосуына себепші болып азамат жігіттер өткізгелі тұр. Енді осы айналып келгенде бәріміздің ісіміз осы облыста көкпарды ояту ғой. Жаңа мына шет қалып жатыр дегенде намыстанам деп айтып тұрмын, Мерей. Бәрімізге де сол намыс болып тиеді. Кезінде айтпаймын, ол кіші жүзді Найзеберде жауға қой деген облыстан, осы кіші жүздің елінен неге мықты жүрегі алатаудай жігіттерді айтып отыр ғой. Сондайлар шықсын, бар ғой, просто мүмкіндік қарастырып жатқан шығар, мүмкін оята алмай жүрген шығар деген сияқты ғой. Жігіттер бастап отыр. Біздер жаңадан ашылған мемлекеттік мекеме ретінде қалыс қалып отыруымыз әбестік болады деп, сондықтан кірісіп кеттік. Бірлесіп алдағы уақытта жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Ауылдың азаматтарына үлкен рахмет, осылай дәстүрді ұлтты қолдап жатқанына. Ертеңгі додамыз енді жоғары деңгейде өтсін, осы жерден жігіттер үлгі алсын, ат ұстасын, осы ұлттық спортты дамыта берсін деген ойдамыз. Жақсы, Асеке, Алла разы болсын, табыс тілейміз баршаңыздың қылып жатқан қызметтеріңізге. Енді Алаш KZ каналымыз болсын, алаштықтарымыздың сөзсіз болмайды. Сондықтан Ахмет Байтұрсынов адам қазаққа қазақ басқадан кем болмас үшін білім керек, білім бай және қуатты болу керек дейді. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп қылу керек, қуатты болу үшін ауызбіршілік керек дейді ғой. Сол ауызбіршілікте болып, ауылымызда осы ұлттық спортты дамытып, ауыл жастарын осы спорт түріне баулып, ауылымыздан көптеген елге танымал ұлттық спортты дамытқан көкпаршы, палуандар шыға берсін. Ахмет Байтұрсынов тағы бір сөзінде айтады ғой. Таң көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Сондықтан әрбір қылған қызметіміз, ол біздің болашағымыз. Сондықтан бүгінгі мен емес, бір күнгі емес, болашақтың осы қам үшін ел азаматтары бірігіп, үлкен додаларда, үлкен жарыстарда баршамыз атсалысып жүре берейік. Сондықтан қош келдіңіздер. Ертеңгі ойын жарақатсыз, ешқандай қиындықсыз жеңіл өтіп кетсін енді Асеке. Рахмет. Рахмет баршаңызға.